бір нәзік сәуле. Келтесай разъезінде жолаушы пойызы бірақ минут аялдайды. Ал экспресс тоқтамақ тұрған екпінін бәсеңдетпей жұлдыз шағып өтеді. Қадиша ұзатылған қызының үйіне қыстай жатып, енді ауылына қайтпақшы болған. Қызы Жанар мен күйеу баласы Жекен әлі бола тұрсаңызшы, ауылыңызға бір ғана неме тіресіз, жападан жалғыз деген. Шырақтарым, тірі адамның тіршілігі таусылама. Көктем осы шығып қалды. Көк сиырды Шалабай көршіге әуелі Құдай, сонан соң өзіне тапсырдым деп кетіп ем. Бұзаулайтын кез еді. Ол не болады екен? Шалабайы түскірдің қарындасы сүйеген еді. Көк сиырды сүзіп бұзау тастатып қойды ма, қайтадан білейін. Апам-ай, әйтеуір. Сол сиырды сатып жіберіп бір жола келсеңші, не бар қартайғанда жападан жалғыз. Бас ауыртып балдырсызданмай ма екен дейді қызы. О сорлық қар. Мені аруақ аттын деп жүрсің ғой. Аруақтарды қайда қоясың? Сенің әкең бар емес пе еді? Бабаларың бар емес пе еді? Олардың аруағы түтін шықпаған үйден безбей ме? Күйзелмейік ме екен? О дүниеге барғанда мен оларға не бетімді айтам? О несі деген шешесі. Содан Қадишаның қызы мен күйеу баласы Келтесай разъезіне пойызға шығарып салып тұрған. Шоқ талдың тасасынан көк пойыз қырқаяқ жұлдыз құрттай ерелеңдеп шыға келді. Келтесайда билет тек жалпы вагонға сатылады. Сол жалпы вагонды деп Жанар мен күйеу бала әрбір алақ-жұлақ жүгірді. Жазғытұрымда жауылатындай барқыт шапан киіп, күндікті шалқайтып, шаңырақтай етіп отырған Қадиша қызының соңынан бір, күйеу баласының соңынан бір жүгіріп есік етті. Ақыры жалпы вагон табылып, оның тұтқасына жармаса бергенде пойыз жылжи бастады. Күйеу бала қоржынында тамбурға лақтырып жіберіп енесінің қолтығынан демеді. Ойбу, мына жаның шыққыр қайтеді деді Қадиша пойызға ұрсып. Тоқтай тұр ей, постой. Тәңірі жарылқап тамбурда тұрған тәмпіш мұрын бір қара қыз кемпірдің қолынан тартып ішкендіріп алды. Қадиша пойызға ілінгені шүкіршілік айтың орнына бұрқылдап ұрысып жүр. Ойбу, мына жаның шыққыр қайтеді, сонша әке сөйлегенде асыққан несі? Әй Жанар, Жекен-ай, аман бол, айналайын, қарақтарым. Әшейін садағаң болайын, шырақтарым, әшейін. Келтесайдың қызыл кірпіштен соққан разъезі тағы бір топ талдың тасасына қалды. Өзінің даусы енді Жанар мен Жекен ести қоймайтынын Қадиша сонда барып түсінді. Қызын қимай тумаса да туғандай болған күйеу баласын қимай көмейіне бір түйін тығылып, көзіне мөлтеп жас іркілді. Қал деп жалынғанда неге қала қоймадым деп өкінгенін байқалды. Жоқ деді тағы да өз өзіне. Қайтқаным дұрыс. Бір күн өтер, ел бар, жұрт бар, жалғызсырамаспын. Апа қайда барасыз? Қадишаның тар сесінен шығып кетіпті. Әлгі өзін тамбурға қолынан тартып шығарып алған қызды мүлдем ұмытып кетіпті. Құдай тілеуіңді берсін, сен болмағанда іліне алмайтын екенін деді. Қадиша бейтаныс қызға жалбаңдап ризалығын білдіріп. Боран тауға барамын, шырағым, өзің қайда барасың? Мен бе деді қыз өзінің қайда баратқанын жаңа ойланғандай дағдарыңқылап қалды. Данатаға барамын апа. Онда Борантаудың ары кетеді екенсің ғой. Мына пойыз түскіріп Борантауға тоқтамастан жүріп кетеме деп қорқамын. Қорықпаңыз, көмектесеміз ғой деп күлді бейтаныс қыз. Сөйтіп Қадиша кемпірдің қоржынын көтерісіп, өз купесіне ертіп барды. Бір-біріне қарама-қарсы жайғасып отырысты. Вагонның терезесінен ер ақбас тау пойызбен жарысып жөңкіліп жатты. Осы бір басына бұйра бұлт қонып, атылас көк аспанмен аймаласып шыққан тау мына қызға көрген бір түстей ыстық, бірақ бұлыңғыр. Неге ыстық өзі де білмейді. Осынау таусылмас таудың бір түкпірінде өзінің шешесі жүргендей көрінеді тұрады. Ал тауы түскір сөйлемейді, тасы түскір сөйлемейді. Ұлы жұмбақ. Осы ма, осы жер емес пе? Осындай көлбеңдеген тау еді, сағым бар еді. Темір жолдың бойы сияқты еді. Өйткені анасының арқасында ұйықтап келатқанда паровоздың қышқырған дауысынан шошып жылаған есінде. Шешесінің өзінің көтеріп келатқаны анық, оны біледі. Онан кейін ол сол шешесінің арқасында келатып тағықтап кеткен болу керек, арғысын білмейді. Содан соң апатайын көрген емес, содан бер талай жыл өтті. Әке шешең бар ма қарағым? Деді Қадиша. Білмеймін. Қыз иығын қиған еткізіп күлер күлмес езу тартты. Білмегеніңіз дені сау өзінің, деді ішінен Қадиша, бірақ дауыстап. Білмегенің не деді. Өзің қайдан келесің, үйің бар ма? Қыз төмен қарап терезенің жақтауын саусағымен сүрткілей берді. Қадиша сонда байқады. Қыздың әдемі ойыл көзінен жас толып шүрпілдеп тұр екен. Қубасым қарап отырмай байғұстың жарасын қасып алдым ба? Мен детдомда өстім апа, деді қыз енді езу тартпақ болып. Байғұс-ай, деп Қадиша көңіліне келді-ау деп ойлап жатпай, сонан соң есіне бірдеңе түскендей лезде қатқыл үнмен жұлып алғандай. Қай жердің жемханасы деді.
Ол апа көп, Данатада да болдым, Жасылкентте де болдым, Мәулелде де болдым, көп. Қадиша енді қызды жаңа көргенде ежірейе қарап, атын кім деді. Қыз бұл сұраққа жауап бергісі қасын көтеріп сызғырап қалды да, үлкен кісінің сауалын жауапсыз қалдырмастан Валя деді. Тек бәләсі несі? Бәле емес, Валя деп күлді қыз. Жетімханада орысшылып кеткенсің ғой, әйтпесе әке-шешең қойған қазақшатың бар шығар. Ши барқыттың үстіне қабаттап кеберген мына кемпір енді Валяға ұнамай қалды. Әлгінде мен болмасам пойызға ілінбей қалар едің деп өктем-өкте сөйлеуін деді ішінен. Ал Қадиша қызға сұқтана қарағанын қоймады. Валя мұнысын ұнатпай терезеге бұрылды. Басына шарадай ақ шаққан күндік ораған мына кемпір қадалып қарай берген соң есі дұрыс емес пе өзің деген күдікте келді. Валя шыдай алмай орнынан тұрып кетті. Вагонның қарсы жақ терезеден барып әйнекке бетін басып, шақпақтау жотасынан араспанға найзадай шаншылған Алатауға қарады. Жүрегі дір етті. Пойыз шақпақтаудың биігінен еңіске қарай еңірей жөнелді. Қадиша ши барқыт бешпетінің қалтасынан папирос салып коридорға шықты. Шылымды тұтатып сөнген шырпыны шишақтың қорабына қайта салып қойды. Кемпір басымен темекі шегуін деп қыз теріс айналды. Қадиша қыздың иығынан тартып өзіне қаратып алды. Әй бәле емес Валя. Уәлия болсаң бола ғой. Кемпір басымен шылымы несі деп тұрсың ба? Герман соғысынан бері тапқан өнер ғой. Қазір Борантауға келеміз. Біздің өжетте Зуайда деген кемпірдің баяғы да жетімханада өткізген қызы жоғалып кетіп еді. Сол сен емес пе екенсің деп келемін. Бірақ оның атын басқа сияқты еді. Мен шын атым белгісіз деп қыз жұлып алғандай. Валя деп тептомда қойған. Зуайда естімеген сияқтымын. Зуайда байғұс анау бір жылы қызының Данатадағы жетімханаға апарып өткізген екен. Қайтып барса басқа қалаға ауыстырып жіберіпті. Содан соң көз жазып қалды ғой. Тірі болса сен сияқты бойжеткен шығар. Ал сіздің ауыл қайда? Біздің өжетпе мына таудың етегі ғой. Борантаудан ровной 10 шақырым. Осы сен біздің Зуайда бәлеге ұқсайтын сияқтысың ей. Құдай-ау деді қыз, шынымен осының сандырақ келсеші. Әй Уәлия деді кемпір дауысы папиростан соң дауысы ашылғандай саңқылдап. Осы сен шайтан біздің Зуайдаға ұқсап бара жатқан сияқтысың. Ол да жас кезінде сендей қара домалақ еді. Қазір ұрыс қара кемпір болды ғой. Сен адресін жазып берсеңші, Зуайда сені өзі іздеп барсын. Может бит, соның жоғалып кеткен қызы шығарсың, бірақ оның аты басқа сияқты еді. Қыз тағы да тау жаққа қарады, таныс сияқты. Қашан көріп едім деді. Әлде жай елес шығар. Еш уақытта мұндай тау көрмеген шығармын. Қиялда не көрмейсің, қиялдан да бұдан да биік таулар болады. Ал анасы маска киген адам сияқты. Бет аузы ақ жаулықпен шаңдаулы ма еді, еш белгі есінде жоқ. Апа, мен сізбен бірге барамын өжетке деді Валя. Қадиша сенерінде сенбесінде білмей қыздың бетіне бажия қарап сәл тұрды да сонан соң алды айналайынан сағынған екенсің ғой деді. Олар Борантау разъезіне түсіп өжетке баратын көлік қарастырып еді, ештеңе таба алмады. Апа, 10 километр деген не, жаяу кете берейік, қоржынды маған беріңіз деді Валя. Алла айналайын-ай, түңілмеген екенсің ғой. Соғыс басылғалы қанша жыл, мен де түңілген жоқпын. Біздің үйдің қожайын кеткелі қашан, әлде қашан сеуік құрап қалды ма дейін десең көз көрген жоқ, көңіл суған жоқ, мұңжытбит тірі шығар. Разъездің қызыл үйі айдарлы әтеш сияқты. Айналасын қоршаған, шоғырлана қалаған, аласақ үйлер, ақ мекендер артта қалды. Өжетке қарай бұралаңдап сайға түсіп, сайдан шығып қара жол жатты. Сайлардың бетегелі бұрымдары бір жері тапқыры, бір жері ашсаң жасыл тозған доқпадай. Бәйшешек жұмыртқа жарып шыққан балапандай қайдан қайда келген біле алмай аң-таң қалып тұрған сияқты. Қартаң құлақтың жапырағы тырбиып, өлерменше тұрысып, өзге шөптің өрісін тарылтып жайылып барады екен. Аспанда бозторғайлар, төскейде тракторлар бір-бірімен айтысып тұрған кез екен. Көктемнің саумал ауласы танысын кернеп кеткендей Валя түшкіріп жерді. Аққұш жәрікке малла деді Қадиша. Қоржын давай сен шаршаған қызымка. Лимон түсті сары көбелек бұлардан озып та кетпей қалып та қоймай қапталдасып қалт-құлт етіп ұшты да отырды. Анасын іздеген адамға жол көрсететін серік болғысы келгендей, сайдың қабағында
Қарындары шеңберек атып, желіндері жиі сызып сиырлар жайылып жүр екен. Жүні әлі түспеген жүдеу көк есекке мінген бақташы разъезден жаяу келе жатқан екі әйелге көзін қолымен көлегейлеп көп қарады. Осылардың бәрін мен бір кезде көріп едім, деді қыз өз-өзіне. Мына шарбы бұлтты, көгілдір аспанды, мұңнарлы биік тауларды, қылтиған бәйшешекті, мыңқиған сиырларды, терең сайларды бұрын бір көрген сияқтымын. Сірә түсінде шығар. Қыздың кеудесі дүрсілдеп, әлгі өжетке тезірек жеткісі келді. Қодас жүнді көк есек мінген бақташы тымағын басына киіп алып, «О, Қадишамысың, ат көлік аман ба?» деді. «Көк сиырын бүгін ертең бошалайды-ау сірә. Қасындағы қай бала?» «Бұл баяғы Зуайданың жоғалып кеткен қызы көрінеді». Бақташ енді тамағын жоғары көтеріп қойып қарады. «Ой, айналайын», деді. «Тірі бар екенсің ғой, Қайран Мәмбет Жакемнің қалған жәдігер екенсің ғой. Менен бір кезде бұл шалды да көргемін», деді Валя. Зуайданың баяғыда жоғалып кеткен қызы табылыпты. Қадиша алып келатыр екен деген хабар өжетке лезде жетіп тарап кетті. Зуайданың үйінен кемпірлер балалар толып қалды. Зуайда қызын көрмей жатып аңырайды-ай дейсің. «Өлгенім тіріліп, өшкенім жандыма жұртым-ау, айналайын Шәмшия-ау, адасып қалған анаңды ақыр таптың ба?» деп құлыным. «Байғұс қайтсын», деді кемпірлер. «Ой, баяу қыздың аты Шәмшия ме еді? Апыр-ай, ұмытып та қалған екенбіз ғой». Валя өзінше құшақ жая көзін тарс жұмып алып аңырап кетқан ақ кимешекті кішкентай қара кемпірге қарап состиып қарап қалды. Кемпір келіп бас салып қос иығынан айқара құшақтап, бетіне бетін тақап теңселіп бір тұрды дерсің. Оның көзінен домалаған жас мойынға тамғанда Валяның да көңілі босап өксіп жіберді. Қадиша мақтанып папирос алып тұтатты. «Жанардың апасы-ау, қайдан таптың бұл қызды?» деді. Абысындары жабыла сұрап жатыр. Қадиша қалай тапқанын қайталап шыққан. Бұл кезде көзінің жасын сүртіп жылауын қойған Зуайда бір сәт Валяға үнсіз түйіле қарап тұрды да жүгіріп барып қыздың басындағы жасыл ала үшкіл орамалды жұлып алды. Адамдар аң-таң, Валя да сасып қалған. Зуайда оның қырқылған толқын қара шашын саусағымен ары-бері ашып көріп, басынан күдіктене бірдеңе іздегендей тінтікіледі. Зуайда сәлден соң қолымен кимешегінің астынан жасырып төмен қарап күбіжіктеп қалды. «Бәсе, қайдан болсын?» деді кемсеңдеп. «Ай, байқұса, оның не?» деді Қадиша. «Бұл менің Шәмшиямның төбесін оймақтай жері 2 жасында отқа күйіп қалып еді. Ол тұқымың құрмасын, тұқымың құрмағыр. Жұрт балшықтан бала жасап ала алмай жүрсе, бауырына келіп тығылған қызды кеудесіне итерген не сорлы. Әй, Валия, жүр бері. Шеше болмай қалсын, бұл шешеге алғыр Зуайда». Қадиша Валияның қолына жетектеп қыстай құлыптаулы тұрған өз үйіне қарай асық адымдады. Асықпаса адасып барып тапқанынан айырылып қалатындай.